Сәлем құрметті көрермендерім, Асем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Бүгінгі түсірімде қызанақ туралы тағы да айтамын. Қызанақ туралы мен түсірімді көптеп түсіруге тырысамын. Себебі қазір көптеген сұрақтар осы қызанақ бойынша маған көптеп келеді. Бізде ауа райы түнде салқын болып, кішкене күндіз жел болып тұр. Жаңбыр жауысы келіп тұр, бірақ әзір жаумай тұр. Суармайда кішкене күте тұрып жүрмін барымша. Себебі барлығы уже қызанақты қайттан суаратындай болды. Көріп тұрсаңыздар, міне құрғақ асты. Жаз бойы сіздер көктем бойы көшет қылып отырғызып, оны баптап, күтіп келген кезде өнімін алмасаңдар, сіздерге әрине ішіңіз ашиды. Ал мысалы сатып алғандар болса, онда көп уақыттан кетірмеді, тек қана ақшасына бола не істемесе, бір жағынан бірақ осындай түйіндемей жатқан кезде барымша көп қиналамыз. Соған байланысты тақырыптың енді аты түсініп тұрғаныңыздай, неге қызанағымыз түйіндемей жатыр. Соған байланысты ең бірінші қызанақтың неге түйіндемеуі, ол ең бірінші әрине ауа райына байланысты. Ауа райының қолайсыздығына. Мысалы, қызанаққа күндіз 22-30 градустай болса, бұларға мынандай гүлдеуіне, түйіндеуіне жеткілікті да. Ал кешке таман, мысалы түнге таман 15-20 градус жеткілікті. Егер 30 градустан жоғары болса, гүлдеріміз тозаңданбай, өздеріне өздері түсіп қалады ысылықтан. Ал салқын болса, әрине гүлдемейді. Және де үшіншісі, бұл мысалы күндіз жерде ғана отыру, яғни таңертеңнен кешке дейін тек күн түсіп тұратын жерде тұру керек қызанақтарымыз. Мысалы түске дейін күн, түстен кейін көлеңкі болып тұрса, немесе түске дейін көлеңкі, күндіз күн болып тұрса, уже қызанағымыз толып үлгермейді. Сол себептен оларға таңертеңнен кешке дейін күн түсіп тұру керек. Және көптен тағы бір сұрақтың көбісі, бұлар көбінесе ара арқылы емес, ара арқылы емес, осындай жел арқылы ғана тозаңданады. Себебі ара арқылы тозаңданатында да бар, бірақ кішкене сирек қана. Көбінесе араларымыз қызанаққа қонбайды, көбінесе қиярға, асқабақ тәрізді көкөністерге қонады да. Қызанаққа мен қонғанын көрмеппін. Көбінесе осындай жел арқылы тозаңданады. Егер сізде жел жоқ болса, өткенгі видеода көрсеткеніңіздей бүйтіп сілкіп жүрсеңіздер, гүлі бір-біріне ішіндегісі тиіп жанына, сонда қызанақ пайда бола бастайды. Осылардың біреуінен, мысалы, сізге айтып тұрғандай, ауа райына байланысты күннің біреуі дұрыс болмаса, онда бос нелер болуы мұқталар. Мысалы, мен өзімде де күннің ысылығына байланысты гүлдің түсіп қалғандары бар. Себебі бізде 30 градустан жоғары болып кетті. Енді міне көріп тұрсаңыздар, күн салқын. Бірақ қанша дегенмен қызанақтарым шығып жатыр. Енді сіздерге айтайын, қызанағы бар немесе жоқ екенін білуге қалай болады. Мысалы, міне көріп тұрсаңыздар, мына уже ыстықтан түсіп қалды. Міне енді қараңыздар, міне астында гүлі қурайды. Міне көріп тұрсаңыздар, қызанақ тұр. Және де тағы сіздерге қазір қызанақ жоқтығын айтайын. Міне мынада қарасаңыздар, мынада міне ішіне көріп тұрсаңыз қызанақ шығып жатыр. Міне, яғни өзі білініп тұрады қызанақ шыққаны, шықпағаны, сіздер жоғын көрсейін. Қарасаңыздар, сіздер көрсейін. Міне, гүлі осылай ішіне жиналмай қалады. Мен алғанда, міне көріп тұрсаңыздар, ішінде жайлап қана шығып жатыр, бірақ бұны керек емес, себебі бұл мутант болып шығады түрі деген. Менде ондай жоқ екен, бірақ ол гүлі түйіндемей жатқаннан білуге болады. Мысалы, гүлін бүйтіп қарасаңыздар, міне көрдіңіздер, сынып қалды. Бұл уже пайда аспайды, яғни ысылықтан. Әбден қураған жоқ екен қазір. Кейбіреулер түседі, ол ысылықтан, ол ықтимал, ода тұрған ештеңе жоқ. Басқа гүлдер орын толтырады. Міне қарап тұрсаңыздар, міне. Яғни бұның ішінде, көрінбейме, ештеңе жоқ. Яғни бұл ысылықтан уже жарамай қалған. Оның есесіне міне қарап тұрсаңыздар, міне қаншама қызанақтарымыз бар. Ода тұрған ештеңе жоқ. Барынша осындай жел болмаған кезде сілкіп жіберіңіздер. Күндіз жерге отырғызылып тұрса, қазір тым кеш енді отырғыздыру. Сосын ауа райына байланысты уайымдамаңыздар. Сары су шашып тұрыңыздар, кішкене күш беру үшін. Сіздің өздеріңіз білгілеріңізді қарауларыңызға болады, қайсысында бар, қайсысында жоқ деген сияқты.
Солай сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар, почта жазыңыздар. Сау болыңыздар. Және де айтпақшы, сортына да байланысты айта кетейін сіздерге. Мысалы бір сорттың мысалы жаңағы гном деп айтуым мүмкін. Гномның мысалы гүлі өте көп болуы мүмкін, және де қызанақтары көп болуы мүмкін. Ал басқа мысалы тағы бір сорт болуы мүмкін. Ол өте жаңағыдай осындай көлемде, бірақ қызанағы аз болуы мүмкін. Сол себепті сортқа да байланысты. Соны қараңыздар.